Сәлем қыздар, бүгін біз осындай өте дәмді 10 минутта дайын болатын пиццаны жасаймыз. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. 2 пицца шығатын қамырын әзірлейміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек, 4 ас қасық майонез керек, және де 4 ас қасық қаймақ керек. Қаймақтың проценттігі маңызды емес, 15-20% болса да бола береді. Енді барлығын осылай венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Сонымен қатар достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыздар, жаңа рецепт болса, сіздерге міндетті түрде хабарлама келетін болады. Енді ұнымызды қосамыз, ұнымыздың бірінші жарты бөлігін қосамыз, барлығын араласып болғаннан кейін қалған бөлігін қосамыз. Бізде кәдімгідей құймақ жасағандағыдай, оладушкиларды жасағандай, бізде қамыры сондай болу керек. Барлығын осылай жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Пиццаның қамыры жұп-жұмсақ болады, сол себепті еш ойланбастан жасап көріңіздер. Мінекей бізде осындай қоймалжың, қоюлау массамыз пайда болады. Енді салмасын әзірлейміз. Алдын ала мен колбасаны 4 бұрышты етіп турап алдым, ірімшікті үкіштен өткіздім. Менде диаметрі 26 см болатын табаны алдын ала жақсылап қыздырып аламыз. Міндетті түрде табамызды бір майлап шығамыз. Одан кейін осылай барлық қамырымызды салып, енді жан-жағына әдемілетіп жайып шығамыз. Салмасын әртүрлі етіп жасасаңыздар болады. Мен балақайларға жасағандықтан тек қана колбаса мен ірімшікті қолдандым. Үйде мысалға фарш болса, фаршты алдын ала жақсылап қуырып алып, фаршты қолдансаңыз болады. Немесе қайнатылып тұрған етті, тәтті, бұрышты, тәтті, яғни болгар бұрышын қолдансаңыз да, ол сіздің пиццаңыздың дәмін аша түседі. Тіпті укроп сондайларды да қолдансаңыз, бетіне сепсеңіз, оның дәмі есе ашыла түседі. Мінекей видеода көріп тұрсыздар, мен барлығын асықпай жан-жағына өстіп жұқалатып жайып шықтым. Енді барлығын жақсылатып жайып болған соң, үстіне кетчупты немесе қызанақ пастасын жақсаңыз да болады. Қатты қызартсаңыз да болады, немесе жай шамалы 1-2 қасық кетчупты пайдалансаңыз да болады. Мен қатты қызарғанын қаламадым, сол себепті менде 2 ас қасық кетчуп кетті. Осылай силиконды қалақтың көмегімен немесе қасықтың көмегімен барлығын жақсылап әдемілетіп, бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Мінекей кетчупымыздың барлығын жағып болдық. Енді оның үстіне, яғни салмасына колбасамызды саламыз. Колбасаны дөңгелек етіп турасаңыздар да болады. Мен жеуге ыңғайлы болу үшін колбасаны ұсақтап осылай 4 бұрышты етіп турап алдым. Барлық колбасамызды салып болғаннан кейін дәл осы кезде қызанақты да қоссаңыз болады, тәтті болгар бұрышын, немесе тұздалған қиярды да қоссаңыз, пиццаңыздың дәмі әдемі болып шығады. Енді үкіштен өткізілген барлық ірімшігімізді саламыз да, бетін жауып 10 минутта пісіріп аламыз. Әрине достар, ол табаға байланысты. Пиццаның піскен-піспегенін мына шетіндегі қамыры арқылы біліп отырамыз. Шанышқының көмегімен егерде тыққан кезде қамырға қатты болса, онда ол қамыры пісті деген сөз. Мінекей 10 минут өтті. Тез жасалатын ал дәмі керемет. Пеште жасалған пиццадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тіпте бұл пицца менің балақайларыма қатты ұнады, өйткені олар жұп-жұмсақ болып шықты деді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалу жолы оп-оңай. Рецепт ұнап жатса лайк басып, комментарийға қандай да бір смайликті қалдырамыз достар. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.